Мана түс қайта ұйықтайын деп дейтін телефонда ақтарып отырсам суши махамбет деп инстаграмнан ат шықты. Көптен көріп жүрмін, негізі әні беремін, заказ міне беремін деп ойлап отырдым да. Қош бүгін суббота, балдар көптен фастфуд жеген жоқ қой деп заказ бермеймін ба. Соны ана қыз айтады: апа кетті сізге доставка дейді. Мен күтіп тұрмын, құрысын доставкасы қайда мынаны дейді. Бір құтығандай алақандай махамбеттің ішінде менің адресімді таба алмай жүр ма деп. Аны жүрма, мына жүрма деп ана бір әйел адам таба алмай жатыр ғой дейді. Үйдің қасында не жағып тұрмын, жаңағы фонарик жағып күтіп тұрмын, бір мезгіл әйтеуір ненің майшаның светін жарығы көрінді, содан кәдір үй жаққа сосын дейтін уф деп әйтеуір бір мезгілде келді ғой. Сонысын алып жатырмын да: апа рахмет, ұзақ жүрдіңіз ғой, неге адрес таба алмайсыз ба, анау мынау деп әңгіме айтып кеткенсің ғой. Соны дейтін қасында аға да айтып отыр: мә құрсын махамбетте қанша жыл тұрдым, мынандай шет жақта бірінші рет көріп тұрмын дейді. Құрсын аға не болды деп сөйтетін. Шет жақ болса да махамбеттің іші ғой деп. Соны Дәулет түсіріп келе жатыр, артынан түсіріп келе жатыр. Қолымда нелерді ұстап алдым да Дәулетке айттым: үндеме, үйдегі балдар білмейді, Айкөш, Әлихан, Ариф үшеуі білмейді. Соны қазір аналардың реакциясын көреміз, жүріп кеттік дедім. Соны Дәулет артынан түсіріп келе жатыр, жайлап дадаң деп көріп келе жатырмын. Аяқ киім шешіп жайлап Дәулетке айттым: жүр есікті аш деп сөйтедім. Есікті ашып Дәулет жайлап кірсек, үшеуі отыр екен. Та-да-да-дам деп кіріп келдім ғой пиццамен. Бір мезгіл Аякөштің реакциясын көрсең, вау деп секіріп жатыр ғой мына жерде Аякөш. Әлихан тұрып бір мезгілде жүздеріне күлкі келген: папаға рахмет деп айқайлап жатыр. Кухняға келдік, үстімде халаттағы мән бермеңдер қыздар, алдынан балшыққа құлап қалған ғой, сол балшық сонымен әлі тұр. Соны дейтін столдың қасына әкелдім де фриді ашып, чекинді ашып, бәрі мәз болып жатыр балдар. Ура деп, енді көптен бері жемегенбіз ғой. Соны бір мезгіл дейтін, ана фриді дейтін, ана неге бір үлкен кесеге салайық, құрсын қағазбен жеп отырамыз ба деп минимализм жасайық, құрсын енді все-таки неге ютубқа салынады, жұрттың бәрі қарайды ғой. Соны пиццаны ашып қалсам, пиццам дейтін домалап кеткен ғой. Құрсын не пицца деп түсінбей қалдым, бір мезгіл былай қарай аударып қалсам, пепперони деймін, әйтеуір бір пицца әйтеуір.